кірдім деп папам айтпай кеткен кастингке тек мама енді сіз батаңызды берсеңіз ғана сол қабыл болады. Ол алла өзі айтқан ата анам берген батамен қабыл болады. Мен хотя бы мама сізден алып кетейінші батаны, папам біліп жібермей мені записке кетті деп айтыңызшы деп кеттім. Сосын келгесін папаға айтуға тура кетті. Сосын папа мен осындай өттің кастингтен бердім, бармайсың, не аласың одан да, медсестра болып жұмыс істейді, академияға тапсыр, ол бітір деп. Сосын папа менің осы мүмкіндігім шығар деп, өйткені мен қанша жарысқа қатысып, маған әкем баяғыда кішкентай кезімде айтатын, маған әнші биші емес, маған адам керек деп. Сосын сондай нәрселерді естігесін, папама сол кезде жылағанға келіп барайыншы деп. Сол ақшаның бәрін кастингке барамын деп жинағандардың бәрін сол жұмсап тастадым. Сосын папамнан қайтып ақша алып қайтадан кеттім, солай болды. Ақеркені мақтамаймын. Мақтаудан да алла қатыр, мен Ақеркемен мақтанамын. Ол нағыз былай қазақ тілімен былай айтқан кезде, қазақ тілін айтып оқимын, әзілмен айтқан кезде ол еркек қыз ол. Өзі медсестра, өзі врач, өзі актер, өзі актриса, өзі әнші. Ол Ақерке өкпе жоқ, 2 жылдың көлем болып қалды. Ақерке біздің театрға ойнап жатыр, басына сәл қысылады. Қазір біз Затамай, Шакен аға, Нұржан аға, мені ерекше айтады, Ақкөке дейді. Бүгінде Ақерке мен Жұлдызайды салыстыратындар өте көп. Ал Алдараспанның экс-актрисасы жас өнерпазбен әлі танысып та үлгермепті. Мен сол қызды иә көрдім. Бірақ жүзбе-жүз көрген жоқпын, теледидардан көрдім. Қалай бағалайсыз сыртынан көрермен ретінде актриса? Енді ол қыз әлі жас қой. Сондықтан оған қазір қатты сын айта алмаймын.